Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз есту, көру, сөйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы, патологиясы пәнінен дәріс сабағы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз есту қабілетін тексеру әдістері. Қаралатын мәселелер, яғни жоспар, сырттан көріп және саусақпен тексеру тәсілдері. Екінші қаралатын мәселе қысым тәсілі, вальс-альва тәсілі, полицера әдісі. Үшінші есту талдағышын тексеру әдістері. Өткенде біз осы есту, көру, сөйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы пәнінен есту мүшесінің анатомиясымен таныстық, физиологиясымен, патологиясымен таныстық. Ал бүгін біз есту қабілетін тексеру әдістеріне тоқталып өтпекшіміз. Мынау жалпы есту мүшесінің көрінісі, құлақтың құрылысы, сыртқы құлақ, ішкі құлақ, ортаңғы құлақ және ішкі құлақ туралы мәліметтер берілген. Ал бүгінгі біздің өтетін сабағымыз сырттан көріп және саусақпен тексеру тәсілдері. Сырттан көріп және саусақпен тексеру тәсілдері: құлақты тексергенде құлақ қалқасына, есту жолына, құлақ қалқасы сыртындағы емізік тәрізді сүйекке көңіл аударады. Көзбен көріп, сау құлақпен салыстырған кезде олардың сыртқы құрылысына, теріде болатын өзгерістерге, қызарған, ісінген жерлерге аса көңіл бөледі. Есту жолының алдыңғы қалқаны тұсындағы емізік тәрізді сүйекті саусақпен жайлап тексереді. Бұл кезде тексерген мүшелердің ауыратынын, ісігі бар жоғын, тағы басқа жағдайларды анықтайды. Тексеруді сау құлақтан бастап, немесе екі құлақты бір мезгілде тексерген жөн. Сонымен қатар жақын жатқан лимфа түтікшелерін, күре тамыр өтетін мойынға дейін тексереді. Мынау бейнесі көрсетіліп тұр. Келесі отоскопия тәсілімен тексеру. Отоскопия құлақтың есту жолы мен ортаңғы құлақтың сыртқы іргесі, дабыл жаңағын тексеру. Ол үшін арнаулы құлақ түтігі, маңдай айнасы және жарық сәулесі керек. Құлақты тексерген кезде ауру адам тексерілетін құлағын дәрігерге қарай бұрады. Тексеруді сау құлақтан бастайды. Тексеру кезінде құлақ қалқанын артқа және жоғарыға қарай тартқан кезде есту жолын, дабыл жарғағын көруге болады. Ал балаларды тексерген кезде құлақ қалқанын артқа, төмен қарай тарту керек. Жарық сәулесімен оң жақтағы есту жолын, дабыл жарғағын тексерген кезде құлақ қалқанын артқа және жоғары сол қолмен тартып, ал есту жолының алдындағы кішкене қалқанды оң қолдың бас саусағымен алға қарай тартуға болады. Тартып көруге болады. Отоскопиямен мінекей мына құралдармен балалардың жаңағы құлақтарын тексеру кездерін. Осы отоскопия арқылы дабыл жарғағы ортаңғы құлақтың айнасы болып есептеледі. Тексеру барысында өйткені сау құлақтың дабыл жарғағы анық, меруерт түстес бозғылт болып көрінеді. Дабыл жарғағын арнаулы құлақ түтігі немесе зиглет түтігі операциялық микроскоп арқылы көруге болады. Вальс-альва тәсілі. Мына бейнеде көрсетіліп тұрғандай, вальс-альва тәсілінде мінекей мына бейнеде қалай тексерілетін тәсілдерді көрсетілген. Енді вальс-альва туралы қысқаша тоқталып өтетін болсам. Демді қатты ішке алғаннан кейін адам аузы мен мұрнын қатты жауып тұрады да, демді сыртқа шығармай үрлейді. Бұл кезде қысымның жоғарылауы арқылы есту түтікшелері ашылады да, ауа күшпен ортаңғы құлаққа өтеді. Егер есту түтігі ауа өткізсе, онда адам сырт ете түскен дыбыс арқылы сезеді. Полицера әдісі. Бұл да бір тексерудің, құлақ қабілетін тексерудің бір әдісі. Мінекей мына бейнеде көрсетілгендей. Полицера әдісі бұл әдіс ауаны мұрынға үрлеу арқылы жүзеге асырылады. Полицера баллонының үрлеу оливациясын аурудың мұрнына кіргізіп, алдыңғы жағынан үрлеген кезде дәрігер сол қолдың бірінші, екінші саусағымен қысып тұрады, ал ауру
пароход немесе 1-2-3 сөздерін қайталаған кезде баллонды оң қолымен қысып алуы керек. Үрленген кезде шығарған дыбыстан кейін жұмсақ таңдай кейін шегінеді де мұрын жұтқыншақты жабады. Үрлеген ауа мұрын жұтқыншақтың жабық қуысына өтеді де оның қабырғаларын біркелкі қысыммен қысады. Ал ауаның қалған бөлігі өте үлкен күштің көмегімен дыбыс түтігіне өтеді. Егер есту түтіктері жақсы өткізетін болса, бір ұшы аурудың келесі ұшы дәрігердің есту жолына кіргізілген резеңке түтікше арқылы тексерушінің құлағына дыбыс естіледі. Есту талдағышының тексеру әдістері. Енді бұл өте қарапайым әдістің бір түрі. Адамның сөзді есту қабілетін анықтаған кезде оның 3 түрлі жағдайда тексереді. Бірінші, сыбырлағанды, дауыстап айтқанды және айғайлап сөйлегенді қалай еститінін тексереді. Дауыстап сөйлеген сөздің күші 35-45 децибелге жетеді. Есту қабілетін сөз арқылы тексергенде сөйлем ішінде жоғарғы және төменгі дыбыстар бір-бірімен араласып айтылу керек. Мұндай ауызекі сөзбен сау ғана емес ауру адамдарды да тексеруге болады. Науқастың есту қабілетін тексеру үшін ең әуелі оның ауруының сырымен танысып алады да, содан кейін ғана зертханалық тексеруге жібереді. Камертон арқылы тексеру. Камертон арқылы қалай тексеруге болады? Құлақтың есту қабілетін камертон арқылы тексеру. Бұрын камертон музыкалық аспаптарды тексеру үшін қолданылып келген. Камертонды медициналық тәжірибеге енгізуге бірталай ғалымдар еңбек сіңірді. Камертонды қозғалысқа келтіру үшін оны алақанға немесе басқа бір жұмсақ затқа ұрады. Қатты затқа ұруға болмайды, өйткені қатты нәрсеге ұрылған камертон мұқалып 1 секунд ішіндегі тербеліс жиілігі төмендейді. Сөйтіп, қате нәтижелер береді. Бүгінгі біздің осы сабағымызды аяқтай отырып, яғни бүгінгі біздің сабағымыз есту қабілетін тексеру әдістері деген сабаққа тоқталып өттім. Қаралған мәселелер сырттан көріп және саусақпен тексеру тәсілдері, қысым тәсілі, вальсальва тәсілі, паллидера әдісі, есту талдағышын тексеру әдістері тақырыбында мен қысқаша тоқталып өттім. Сіздердің тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау саламат болыңыздар.